to the blue corner. Yes, 20 years old. This is his debut fight. Stands 175 centimeters tall, official weight 66.3 kilograms. Fighting out of Astana, Kazakhstan. Qarşı alыңыздар, Nursultan Mendebayev. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. Yes, 28 years old. His professional record, 1 win, stands 174 centimeters tall, official weight 66.3 kilograms. Fighting out of Semey, Kazakhstan. Qarşı alыңыздар, Dăvrên Dakenov. Октагондағы рефери Ақтеу Әскербайұлы. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Міне, тиісті нұсқауларын алған жауынгерлер гонгтың үнін күтеміз. Алғашқы раунд. Және де бұл енді 66 келі салмақ бойынша өтетін жекпе-жек. Нұрсұлтан Меңдібаев пен Дәурен Дакенов арасындағы айқас. Нұрсұлтан Меңдібаев 20 жастағы Астана қаласының тумасы, күрес мектебінен шыққан. Кәсіби деңгейдегі алғашқы айқасына келіп отырған жауынгер Дәурен Дакенов 28 жастағы семейлік файтер. Бірден қазір Меңдібаев өзінің күрес мектебінен шыққан спортшы екендігін осы арқылы тамаша бір слэм орындауға талпыныс жасады. Дегенмен Дакенов бұл ұмтылысты барынша залалсыз етуге тырысты. Әзірге екі күрес мектебінің өкілі арасындағы текетірес осылайша өрбуде. Дәулет Дакенов, бағана айттық, Дәурен Дакенов, кешірім сұраймын, 28 жастағы семейлік жауынгер, әскери самбо мен күрес мектебінен тәлім алған. Меңдібаевтың тықсыра шабуылдап, қазір қарсыласын партерге бір ыңғайлы етіп жайғастырғысы келетіні түсінікті. Ең бірінші осы мойнын шығарып алу керек. Меңдібаевқа осы ойлағанын ол әрекетін жүзеге асыру үшін. Дакенов қазір ақырында қақпан құра бастаған сияқты. Өзінен бірнеше жас кіші қарсыласының мойнын қазір қақпанына осылай түсіргенде енді айқастың сценарийі қандай өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл тұста алғашқы қадамдарда Меңдібаев жасаған болса, енді Дакеновтың қарсыластың бір аяғын тұсаулап, жақсы бір сабмишн көріп тұрған сыңайлымыз. Астаналық жауынгер қалай шығып кете алады? Міне, басты сұрақ қазір осы. Әзірге аса бір қауіпті емес сияқты. Дегенмен Меңдібаевтың бір аяғын Дакенов әзірге жібергісі келіп тұрған да жоқ. Бір ақырғы нүктені қоятын да сәт әзірге туып тұрған жоқ Дакенов үшін. Меңдібаев барынша белін жоғары көтеру арқылы бұл тұста аяғын шығарып, қарсыласының қаптал тұсына қарай ұмтылыс жасап көреді. Міне, Дакенов қазір осы бір тамаша қылғындыру әдісін шынында барынша талпыныс жасап көруде. Тағы да соны орындауға ұмтылды. Бұйыртса ашық енді, оны Меңдібаев пайдаланбаса болмайды. Соққы бар, бірақ оның залалы қанша. Әзірге Дакенов оны шыбын шаққан қолы көріп тұрған жоқ. Тағы бір
Ұмтылыс. Енді қарсыластың санына бірнеше соққысын дәлдеп көрді Меңдібаев. Дегенмен сытылып шығып кетуге мүмкіндік бар сияқты астаналық жас жауынгер үшін. Дакенов әзірге өзінің ойындағысын ақырына дейін жүзеге асырмай, тоқтамайтын сыңайлы. Бар физикалық мүмкіндігін осы бір шешуші сәтке салуда. Егер қарсыласының үстіне шығып кете алатын болса, онда Меңдібаевты тырп еткізбей, тіпті тұра алмайтындай күйге түсіретіндігі анық. Бірақ Меңдібаев тұруға жақсы бір позициялық мүмкіндік алды. Қазір өзінің жағдайын осылай оңдап алғаннан кейін Меңдібаев енді қарсыласының кеуде тұсына қарай үрлеуге жол іздейтін болады. Шынтақпен қысқа қашықтықтан соққы жасауға кеңес беруде Меңдібаев үшін бұрыштағы қолдаушылары. Дакенов енді қарсыласының қолын байлап оған ширақ қимылдауға жол бермеу қажеттігін жақсы ұғынады. Басын бұққан Меңдібаев құлаштай ұрып көрді бірнеше мәрте. Әзірге дәлдік тұрғысынан бұл соққылардың нәтижесі төмендеу. Бірақ енді ұпай жағынан әрине төрешілердің қағазына бұл да бір қосымша басымдық беретін де шығар. Раунд осылай аяқталуға жақын. Бірінші раунд осылайша бітті. Ардақ жанкелер, естеріңізге саламыз. Бұл Найза лигасының басты серіктестерінің бірі Қалқан балы. Яғни бұл қалған жеңістеріңіздің кілті болатын бірегей өнім, нағыз жетістіктерге жол ашатын бал. Сонымен қатар Олимбет компаниясы бұл титулды серіктес. Gorilla Energy бұл тек қана энергетикалық сусын емес, бұл біздің қатысушылар мен көрермендер үшін жаңа күш пен қуаттың қайнар көзі. Өз ісіне спорттағыдай нәтижеге жету үшін тәртіп пен жақсы басқару қажеттігі түсінікті. Бұл тұста сіздерге Darling платформасы өте жемісті әрекеттерге жол ашатыны түсінікті. Спорт плюс Қазақстан телеарнасы, сонымен қатар Найза TV сайты бұл турниріміздің басты серіктестерінің бірі. Но нельзя не сказать о тех, кто поддерживает развитие ММА на местах. И вот здесь в Астана это, конечно, Олжа-Агро, официальный партнер турнира, крупный агропромышленный холдинг в Казахстане, представляющий собой комплекс производственных и перерабатывающих компаний. Дакенов против Меңдібаева. Дакенов, которого мы уже видели до этого в октагоне Найза, но Меңдібаев дебютант. Опять короткий крюк от Дакенова, проходит мимо цели. Продолжаем работать стойки парни. Крепко сложный Меңдібаев. Собственно, Дакенов ему в этом отношении точно не уступает. Неаккуратный, такой чуть корявенький даже лоу-кик. Зацеп, размены короткой дистанции, оверхенд, который проходит мимо. Дакенов парирует эту попытку перевода от соперника, блокирует и дальше уже может переворачивать и через руку никак не задушить соперника. И вот здесь речь идет именно о блокировании. Именно о том, чтобы сдержать инициативу соперника. Опять зацеп. Закрывает у сетки Меңдібаева своего оппонента. Разворачивает Дакенов. Пытается лишить опоры. Пытается вытащить руку. Не удается сделать. Дальше заводит ногу. И потихонечку заходит за спину. Но опять. Вот и вытянул руку по итогу. Меңдібаев продолжит, по-видимому, работу сверху. Нужно пересаживаться, да, поудобней. Занять позицию. Одну ногу забрал Меңдібаев. Удары в голову, но они не такие сильные. Меңдібаев, уроженец города Астана, ему всего 20 лет. Ну и самое главное, его, конечно, база — это борьба, что мы, в принципе, и наблюдаем на протяжении всех этих
7 минут. Дакенов нужно продышаться как-то ему. Давит на грудь Миндыбаев. Все это едва заметно, но при этом играет значительную роль. Не удается пересесть. Борцы, понятно, что по ходу дела, по ходу своей карьеры чаще всего улучшают ударную технику. Вот есть контроль от Миндыбаева, не хватает только тоннажа этим ударом. Вот и пересел, наконец-таки. На это потребовалась почти минута Нурсултану. С таким именем не нужно жить в Астане обязательно, друзья. Но он и пытается что? Дальше вытащить руку. Непонятная заварушка у сетки, но все. Дальше уже локоть на шее. Локоточек подключает Нурсултан. Тут полноценно, друзья. Дакенову выбраться не удается. Он пытается там, в принципе, ну, как-то развернуться. Правда, придет к тому, что он отдаст спину. Все так же снизу, все так же принимает урон. Пусть и не такой значительный. Нет сечек на лице, нет крови. При этом уже, по-моему, Дакенов подвыдохся. Ну, а Даурен Дакенову 28 лет. Как раз-таки представляющий город семей. Борьба и боевое самбо пока эта база не позволяет ему как-то навязать борьбу Миндыбаеву. Собственно, второй раунд, скорее всего, уходит в актив молодому спортсмену. Нурсултан через руку всаживает мощные удары. Опять работает локтем сбоку. Дакенов только сдерживает соперника, и все этим и ограничивается. Баев. Хаммерфисты пошли уже. Так, с оттяжки работает Миндыбаев. Ну что, у нас два подряд очень конкурентных поединка. Но, хотя здесь, опять же, дистанцию, по крайней мере, он может всю продлиться. Есть именно такой вариант. Миндыбаев, по-моему, не может выйти как-то на прием. Честно признаться, граунд-паунд у него тоже не особо впечатляющий. А вот Дакенов за 40 секунд до конца, отчаянная попытка, может быть, даже последняя в этом раунде, выбраться из-под соперника. Острый локоть Миндыбаева. Вновь все это в голову летит. Все эти удары в таком полусогнутом положении. Находясь, Миндыбаев продолжает атаковать. 20 секунд до конца. Это второй раунд. Очередной бой в рамках Найза Жекпе-Жек нашего селекшена. Тот самый момент, когда молодые и перспективные должны доказать на деле, чего они стоят. Миндыбаев, скорее всего, но на судейских записках впереди. Посмотрим, как будет развиваться в финальной, в последней, пятой, в третьей пятиминутке, друзья. Но перед этим я напоминаю, вы сами видите, титульный партнер Лиги Найза — это, конечно, Олимпет, букмекерская компания. Ведь Олимпет — это всегда широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйся и получай соле бонус до 222 тысяч тенге. Ну а также Gorilla Energy. Энергии как раз не достает пока Дакенову в этом поединке. Ведь Gorilla Energy — это не просто энергетический напиток, это источник силы и энергии для наших участников и зрителей. Он приносит ваши эмоции на новый уровень и помогает нам поднять занавес на это невероятное мероприятие. Собственно, как и мед Халкан, который дарит огромное количество витаминов вам. Это партнер турнира, уникальный продукт, который станет ключом к вашим победам. Спорт Плюс, не забывайте, друзья, ведь это официальный информационный партнер. Ну и все турниры Найза вы можете посмотреть эксклюзивно на телеканале Спорт Плюс, а также на YouTube-канале Спорт Плюс ТВ. А вот на сайте Найза, на собственной платформе, множеством интересных возможностей, вы сможете проголосовать за лучшего бойца месяца, по итогам которого как раз-таки он может получить бонус от лиги. Дакенов опять одну ногу уже забрал Миндыбаев и будет развивать свой успех. Это все происходит на 15-й секунде третьего раунда. Миндыбаев в борьбе очень хорош. Как-то
пройти ногу нужно удастся. Ловкости немного не хватает Мендебаеву. При этом мощная хватка. Заблокировал ноги Дакенова и, по-видимому, сейчас все-таки заползет дальше. Дакентий пока найти какой-то античит не может. Вся эта блокировка пересаживается уже в маунт полноценный Мендебаев и начнет работать. В принципе, это продолжение второго раунда. Работа в том же темпе, работа в той же манере. Пару ударов в голову успел всадить по ходу дела и направляется в свой угол, насколько я понимаю, поближе к угловым. Мендебаев. Опять очень грамотно все чувствует. Выхватывает руку, не дает возможности Дакенову хоть какую-то опору найти. Оттягивает голову для того, чтобы поработать локтем. Прижимается Дакенов, пытается уйти так с линии обстрела. При этом опять это не дает своих плодов. Много принимает Дакенов, но Мендебаеву вот именно над ударкой придется поработать в последующем, безусловно. Пока есть, конечно, очень хорошая борьба, очень хороший контроль. Не хватает, наверное, именно ground and pound. Шындығында 20 жастағы дебютант үшін Меңдібаев өте жақсы шабуылдау мәнерін, айқастың өрнегін ұсына алуда. Қазір Дакенов қайткенде де. Міне қазір енді қабағы қарсы айырылып, қан жауып кеткен Дакенов нағыз бір жанкештілік әрекетке көшті. Қарсыласын осылай тұсаулап ұстау арқылы ерекше бір сабмишн әдісіне жол ашуға тырысып еді, бірақ 2 минуттай уақыттың ішінде бұл ойындағы әрекетін қаншалықты жүзеге асыра алады. Меңдібаев қарсыласының аяқ алысын, ойындағысын оқып тұр, сондықтан мүмкіндік бермей қармаққа түскен балықтай Дакеновтың астында жатса да аяқпен барынша осы бір әдісін түйіндеуге ұмтылыс жасаған Дакеновтың барлық аяқ алысына ешқандай мүмкіндік беретін емес. Міне өте үрейлі картина, сырт көзге әсіресе аралас жекпе-жек өнерін енді тамашалап жүрген жанкүйерлер үшін өте бір қорқынышты картина. Ал Дакенов үшін бұл қалыпты жағдай, өйткені ол жанкешті спортшы, нағыз мінезді азамат екенін осы тұста да барынша көрсете алуда. Шындығында таңғалдырды Меңдібаев бұл раундта да. Жалпы бұл жекпе-жек барысында. Қапталға шықты, қазір қарсыласын кеудесінен баса түсу арқылы. Бәлкім бір қолымен алқымына қысым жасап көреді, яғни кеңірдек тұста. Дегенмен Меңдібаев осындай мойны қарсыласының құшағында қалып қоймас үшін де соңғы 30 секундта бар білгенін ортаға салатыны түсінікті. Дакенов ойындағысы жақсы, бірақ айқасты түйіндеуге, әдісті түйіндеуге келгенде үлкен қателікке жол беріп жатыр. Сол әрекеті, яғни ойындағы әдісін жүзеге асыруға бағыттап жатқан қадамдары да аса бір сәтті бола қоймады бұл раунд барысында. Ал Меңдібаев қылаң берген, жылт еткен әрбір мүмкіндікті тамаша пайдалану арқылы қарсыласының қабағын қанжардай тіліп түскен соққысымен сіздерге осы Дакеновтың бетін қан жауып кеткен сәтті енді найза жекпе-жек турнирін тамашалаған көрермендер ұзақ уақытқа ұмыта қоймас. Оңай болған жоқ шындығында.
Олар міне осы тұста Дәкенов біраз қателіктерге бой алдырған болады. Меңдібаев керісінше бастан аяқ тұрған сценарийін 100% болмаса да жеңісті орындай алды деп санаймыз. 20 жастағы жауынгер тәжірибелі қарсыласына осылай бір бас болса да жоғары шыққандай, дәрігерлердің де қазір сөзсіз Дәкеновтың қабағына қырағы көз тастап, әрі қарай осы қабағын емдеуге бар. Өте ауыр негізі сурет. Оңай емес. 8 бұрыштың іші тола қан болып кеткенсә, риммен айқас төрешілердің шешіміне дейін жетті. Жанкүйер жұртта өзі тамашалап отырған болар, іштей сезімде отырған болар. Кім жеңіске жетті деген сұрақтың жауабын. Бірақ күні бұрын том пішпейміз. Дәкенов те жаман жекпе-жек мәнерін көрсеткен жоқ. Жалпы қазір енді төрешілердің шешіміне құлақ салсақ. Ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. 30-27, winner